Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен заказға арналған медовый сан тортының рецептісін бөлісетін боламын. Сіздер астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен біз сары майымызды және балымызды екеуін орташа отқа қойып, осылай ерітіп алатын боламыз. Еріп болғаннан соң 1 шай қасық ас содамызды салып, араластыратын боламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып, біздің көлемі осылай ұлғаятын болады. Ұлғайып, орташа отта 5 минуттай араластырып тұратын боламыз. Сонда біздің медовый тортымыздың реңі кіретін болады. Болғаннан соң барып суытуға жіберетін боламыз. Ыстықтай қосуға болмайды. Таза ыдысымызға 150 грамм қант және де 3 дана жұмыртқамызды миксердің көмегімен көлемі ұлғайғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Дайын болғаннан соң суытылған дайын массамызды екеуін салып біріктіретін боламыз. Бізде қою қоңыр түсті әдемі реңі шығатын болады. Жақсылап араластырып болғаннан соң құрғақ заттарымыз ұнымызды ситадан өткізіп араластыратын боламыз. Бұл медовый тортымыз ауызда еритін хош иісті болып шығады. Корждары да жұп-жұмсақ болып, әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді торттардың бірі. Бізге керегі 1 деген сан торты қажет, сондықтан алдын ала 1 санын осындай пергамент қағаздарына сызып дайындап алатын боламыз. Бұл 1 деген санды кондитерский магазиндерден дайын жерден сатып алсаңыздар болады. Өте оңай, және де кондитерский мешоктың көмегімен 1 санын тегістеп, қасықтың көмегімен осылай дайындап алатын боламыз. Сосын қызып тұрған пешімізде 180 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне бізде 3 дана медовый корждарымыз дайын болды. Осылай дайын болғаннан соң пышақтың көмегімен жан-жақтарын тегістеп кесіп шығатын боламыз. Дайын болғаннан соң біз енді кремін жасайтын боламыз. Бізге творожный сыр, сахарный пудра және де сливки қажет болады. Барлығын миксердің көмегімен араластырып, кремдерімізді дайындайтын боламыз. Креміміз әдемі болып шығады, формасын ұстайтын болу қажет. Дайын болған кремдерімізді кондитерский мешокқа салып, біздегі насадканың көмегімен тортымызды жинайтын боламыз. Бұл тортты міндетті түрде өздеріңізде жасап көріңіздер. Рецептісін мен сіздерге бердім. Ары қарай жасап көру өздеріңізден. Өте оңай торттардың бірі. Торттарымызды жинап болғаннан соң, бізде начинкасына карамельді осылай қосып шығатын боламыз. Бұл клиенттің қалауы бойынша арасына қоссаңыздар болады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Енді соңында біз осылай оформлениясын жасайтын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, клиенттің де қалауы бойынша жасап ұсынатын боламыз. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар, және де лайктарыңызды аямаңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова.